Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге мынандай нәрсе көрсеткім келіп отыр. Жалпы бұл нәрсені орыстар вечная спичка деп атайды. Қазақшаға аударғанда көп рет қолдануға болатын оттық немесе сіріңке. Бұл нәрсені мен AliExpress сайтынан сатып алдым 2018 жылдары. Бұл тауардың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін боламын, егерде керек болатын болса. Мынау өзімнің ұстап жүрген спичкім. Уже бұл спичкаға кіреді 1,5 немесе 2 жыл болып қалған спичка. Бұл спичканы қолдану үшін өзіне арналған бензинін құясыңыздар, сол кезде қолдануыңызға болады бұл спичканы. Спичканың ішіне кәдімгі бензин құюға болмайды. Сосын солярка де құюға болмайды. Солярка құятын болсаңыздар, соляркамен жанбайды бұл нәрсе. Енді бұл спичканың ішіне мынандай бензин құясыңыздар. Базарларда сатылады бұл нәрсе. Мен бұл бензинді 500 теңгеге сатып алдым. 2019-да ма, 2018-де ма, білмеймін, ұмытып қалып отырмын. Көріп отырғандарыңыздай, бұл бутылканың ішінде әлі полный бензин бар. Мына спичканың ішіне мына нәрсені құясыңыздар тек қана. Түсінгендеріңіздей, кәдімгі бензин жарамайды. Кәдімгі бензинмен жағылмайды дұрыс. Өзінің бензинін құятын болсаңыздар, жанады. В общем, түсінікті деп ойлаймын. Сосын мына спичканың ішінде губка ма, мақтама бірдеңе бар. В общем, құйған бензиніңізді сіңіріп тұрады бойына. Яғни бензин мына нәрседен төгілмейді. Оған қоса мына сіріңкенің мына жерінде резинка бар. Яғни пайдаланып болғаннан кейін немесе заправка жасап болғаннан кейін мына спичкаға жауып тастайтын болсаңыздар, плотно қысылып қалады. Яғни ішіне құйған нәрсе төгілмейді. Бұл бір. Екіншіден, спичканың бас жағында мынандай білтесі бар. Мына жер темір мынада. Мына жерде білтесі бар. Жағу үшін мына қапталында мынандай несі бар. Жағу үшін бұлай мынандай движение жасайсыңыздар, в общем. Сырты темір бұның, сосын новыйлай алған кезде бұл нәрсе мынандай болып келеді. Мынау сыртындағы салафанын алып тастасаңыздар болады. Сосын мынандай брелокқа арналған несі бар, мынандай кілтке брелокқа арналған осындай нәрсесі бар. Бұл ненің ішіне зат құю үшін, бензин құю үшін мынандай нәрсе қолдансаңыздар болады. Менің ойымша осы нәрсені қолданғандарыңыз дұрыс. Шприц. Бестік шприцті қолданғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы бұдан да үлкен қолдана қоюға болады. Мына новый спичканың ішіне заправка жасап, яғни бензинін құйып, жағып көрсетем. В общем, бензиннің қақпағын ашамыз. Бұл бензиннің ашылмағанына уже құдай білсін қанша уақыт болған. Бензиннің қақпағын аштық. Жетіп тұрмаса? Жетпей тұр ма? Жетіп тұрған сияқты. В общем, бензин толтырып алдық ішіне. Бензин толтырып алдық. Қалған не істеп тұстауға болады, қайтадан құйып тұстауға болады. Баклажканың ішіне. Егерде көп болып кетіп жатса. Бензиннің несін ашамыз. Бензин төгіліп жатырған сияқты. Қақпағын ашамыз. Қақпағын аштық. Бензинді ішіне қаратып құямыз. Азғантай құйдық, жарайтын шығар деп ойлаймын. Мынаны уже мынаған қайтадан обратно құйып тастаймыз.
ол керек емес. В общем, обратно құйып тастадық. Ең бірінші мына нені сіріңкесін орнына қайтадан қатырамыз. Шайқап жүреміз бүйтіп. Бойына сіңдіріп. В общем, енді бұл сіріңкені кімдер пайдалануына болады? Мен ойымша бұл сіріңке сварщиктерге өте қажет құрал деп ойлаймын. Сосын далада тамақ пісіретін адамдарға өте керек нәрсе деп ойлаймын. Сонымен жағып көруге тырысамыз. Менің ойымша бензин сіңді деп ойлаймын. Жағып көруге тырысамыз. Былайынан аламыз. Мына жерде несі бар? Үйкейтін нәрсесі бар, мынандай бір қапталында. Жағып қараймыз. Чөпті жанбай тұр. Бас жағында жанбауы мүмкін. Искра шығып бастады. Міне, көріп отырғандарыңыздай, міне мынандай ол жанады. Енді дұрыс көрінбейді, себебі менің телефонның камерасы енді осындай, сондықтан да дұрыс көрсете алмаймын. Короче, көріп отырғандарыңыздай жанады. Бірақ көп ұстауларыңызға болмайды. Жағатын нәрсеңізді жағып алғаннан кейін сразу сөндіріп тастағандарыңыз дұрыс болмаса, мына жеріндегі білтесі жылдам жанып кетеді. Сосын бұл білтені қайтадан ауыстыруға болады. Егер де сіздерде білте болатын болса. Мына бас жағындағы несін қысқашпен суырып алып, басына зат орап, жаңағыдай білте орап, новыйдан қайтадан білте орауыңызға болады, егер де білтесі бітіп қалатын болса. В общем, жағып көрсеттім, бәрі нормально, жанады, ешқандай несі жоқ, жаңағыдай. Сосын қатты басудың қажеті жоқ, жаймен үйкесеңіз өзі-ақ жанады. Кейбір адамдар қатты басады, жалпы оған байланысты емес, азғантай ғана искра шықса болды тек қана. Себебі бұл сіріңкенің бас жағында уже бензин бар. Сондықтан да қатты басудың қажеті жоқ. Жалпы мен 1-2 адамға көрсеттім бұл нәрсені. Үй жақтағы. Сұраған адамдар бар, беріп жібердім 1-2 адамға. Қатты басады. Қатты басудың қажеті жоқ. Сосын жаңағы айтқанымдай, бұл сіріңке сіздерге керек болатын болса, сіріңкенің ссылкасы осы видеоның описаниясында. Сосын бұдан да басқа, бұдан да қымбаттау, бұдан да әдемілеу сіріңкелердің ссылкасын тастап кететін болам, егер де керек болатын болса. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де видео ұнаған болса, мына товар сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Келесі видеода кездескенше.